Ассаламу алейкум достар. Так, біздің өз жолың атты реалитидің 5-ші қатысушысы Айдос бауырымыз Астана қаласынан ең таң қалдырған бір факт. 6 қыздың әкесі. Брат, бисмиллах. Өзіңіз туралы таныстырып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Өзім Астана қаласының тумасымын. Астанада сол туып өстім. Негізі Қосшы деген жерде өстім, сол Астананың маңайында. Сол жасым 28-де, атым Айдос. Өзім енді айтсам бастасам болады. Сол кіші 14 жасымнан 13 жасымнан негізі жұмыста постоянно негізі общепиттен бастағам. Өзі енді жұмыс жолы негізі 14-15 жасымнан бүйтіп официант болып шығып, сол бізде андай не бар тұғын, жаңағыдай қасалықта жұмыс істеп, сосын мектепте оқып жүрген кезде енді сол Астана факторияда әйеліммен таныстым. Ол менен 2 класс жоғары оқиды негізі. Бірақ менің өзім ортам 93-95 негізі. Өз ортам 97-лермен қатты андай не болмадым да. Сол ерте есейгеннен ба, енді 16 жасында бір жылдай жүрген әйеліммен жүрдім. Сол жүріп енді әкеме айттым, сол үйренейін деп енді. Өзім 12 жасымнан негізі намаз оқи бастағам. Сосын дін жолында жүрген андай көп жүріп қалсам бұзылып кетемін ба деп. Қыз деген не жассың енді. Жүріп қалам ба деп ойладым да, сосын әкеме айттым, үйренейін деп. Намаз оқиды әйелімді. Сосын үйренуге бел буып, ол жақтан енді қарсылық көп болды. Қыз бала болғасын, кішкентай бала қалай етесің деп. Бірақ өзім салмақты болдым ол кезінде өзінде. Сосын әкем возможность бар кезде үйленіп ал деп үйрендім. Сосын сол мектепте де біраз шулаттым. Мектеп кезінде андай үйленуге болмайды екен деп. Бірақ мектептен шығарамыз, бүйтеміз, сөйтеміз деді. Енді шығарыңдар деп, бірақ шығара алмады. 11 бітіріп, Аллаға шүкір. Сол қызым болды. Сосын қазіргі уақытқа енді 6 қызым бар, Аллаға шүкір. Ерте үйленгеніме еш өкінбеймін, наоборот, андай қуаныштымын өте. Сол әке-шешем үйде енді 2 ағайындымыз ғой. Сол әке-шешем қыз көрмеген енді. Алла тағала қыздарды өкіртіп берді. Аллаға шүкір, Алла берген сол қыздар, ол қыз деп таңдамаймын, аман болса болды деп. Сол енді өзім қазіргі уақытта общепитте сол 15 жасымнан где-то бір қанша 2 жыл ма 3 жыл болды газельде жүргеніме. Соған дейін всегда общепитте жұмыс істедім. Заместитель управляющий да болдым, бармен да болдым, бариста да болдым, официант болдым. Енді адамдармен байланыста болдым негізі. Средствоучетчик жағынан енді мықты болдық, Аллаға шүкір. Сосын ол кішкене жұмыстың харамдығы болды енді. Официант болғанда спиртный нетесің. Сөйтіп кофе жасадым, кофені неде жүріп, андай заместитель көтеріліп, біраз 3 жыл жұмыс істедім. Сосын уже айлық қой, айлыққа қарасам енді 200-250-300-ге дейін көтеріледі максимум. Ол кезде 4 қызым бар еді. Жүрдім да біраз ойланып, енді қарыз алайын деп шештім. Ол кезде ақша жинай алмайсың айлықпен. Егер осы қарызды ала алсам, 3,5 миллион алғым келді енді. Газельде отырайын деп. Папам өзі тоже бұрыннан водитель болып жұмыс істейді, негізі сол груз таситын етеді. Газель алып енді көбірек ақша табуға болады деген ой болды да. Сөйтіп, егер маған бұйырса, сол ақша бұйырса, газель аламын да жұмысқа шығамын деп. Сосын бұйырып қалды да, газель алдым да, уже ол кезде істеп жүрдім жұмыс. Алдымда правадым жоқ негізі өзінде ол кезде. Машина жүру білемін, бірақ права жоқ. Жұмыстан шығамын дедім да, управляющий болып қалып не деп, олар да қоймайды сосын енді, зарплата көтереміз деп. Жоқ дедім да, сол енді. Газельге көштім, газельде 3 жыл істедім қазір. Құр газельде емес енді. Складта, завсклад болып жұмыс істейсің. Есіктер сататын компанияларда соны бүкіл клиент жинап нетіп алдым. Әкемнің берген клиенттері бұл кезде. Мен газель алған жылы, әкемнің газель сынып қалды как раз. Ой, машинасы. Ол кезде университетпен жүрді, универсал. Ол сынды да, бір жыл әкем үйде отырып қалды. Сосын ауыр зат көтеріп көзінен нетіп алған ғой, зақымдап алған ғой. Давление қатты болып, көзіне қатты зияндап алып, тамырым бір үзіліп кетті ма, нәрсе болды. Бір жылда үйде отырып қалды. Сосын енді қазір машина қолда шықты да, енді бірге жұмыс істеп жүрдік. Қазіргі уақытта қазір кететін кезде негізі қатты ойландым. Мен негізі видео жүрген кезде ойландым ғой вообще. Әйелім жібер қоймайды. Сіз алдынан бері көріп жүргенім негізі контент қызық болды да, адамға жақсылық жасап жүрсе солай. Көріп жүрдім да, көп негізі инстаграмда подписка жасай бермеймін. Подписка жасап көріп жүрдім да, осындай не шыққасын әйелім жібер деп қоймады. Сосын уже
таңдайтын уақыт келіп қалды, 22-сі ма 21 жүрмін осы соңына қарай скаутқа барып бесте тартып алдым да енді көрейін дедім. 3-4 кадр жасаған шығармын мен, сол жібердім, аллаға тәуекел. Сосын ниет таңдай болды да 100 адам жақта видео жіберіп қойған уже, таңдай ма таңдамай ма білмейсің ғой, тем более бүйтіп айтшы саған майкада неде жынды ма деп ойлайды шығар. Сосын жібердім да енді как раз кешке кетіп бара жатқан кезде звондап қалдыңыз. Сосын андай сол кезде енді сізге перезвоню дегенде кішкене қайсы болып қалды, енді адамдар енді әйелім айтады жынысың ба деп сразу барамын деп бәрі айтып отыр екен да, мен бірақ олай просто жұмыстың бәрін әкеме тастап кеттім да мен былай қазір айтқанда, кішкене нагрузка болды ғой ана. Сосын өзім завскат болып жүрдім, оның бәрін қалдырып кеттім. Жұмыстың бәрін дос балаға қалдырдым, бірақ андай қалдырғанда оларға да зиян болмасын деп өзім орнына қойып кеттім, адам қойып кеттім ол жағына. Бірақ әкем бәрін істеп отыр енді жұмыста, бірақ ол жақта қалай айтсам болады. Сосын қазір өзім үйден бүйтіп ұзақ уақытқа кетпеген екен. Всегда үйде, үйдің кенжесімін ғой енді, ағам өзі бөлек тұрады, ағамда 5 баласы бар, 6 бала енді ұзып кеттім. Қандай қалай айтсам болады, ең кенжесі болады, әке-шешеммен тұрамын, өзі 6 баланы әйелім екеуміз ғана қараса қарай алмайтын едік, негізі шыны керек. Әжелері, аталары қатты не береді да, андай көмек береді. Енді моральдық тұрғыда бүйтіп айтсам болады. Ата-әженің балалары ғой, үлкендердің бәрі негізі кішкентайларынан кеткен. Сосын осы жаққа келген сол үшін көп ойланып қалдым, сол үшін енді ыңғайсыз болды сол моментте. Сосын қазір енді айтатын нәрсе, айтпайтын нәрсе бар енді, бірақ ойладым айтайын айтпайын ба деп. Сол кетер күннің алдында негізі анам өзі андай ауыр сырқаттанып қалды да. Соны ойланып қалдым, мен сонда ойым болды да кішкене, қазір кетсем қалай болады екен деп. Андай ракта болды да кеудесінен. 3 ай 4 ай сол обследованиемен уақыт кетті, көп уақыт. Сосын енді как раз мен кететін күні ертеңінде бірінші химия жасайтын күн еді да. Сосын андай бірінші химия деген білмейді ғой қалай болатынын. Әркімге әртүрлі нетеді екен да. Сол кезде кетейін ба кетпейін ба дегесін енді ана әке-шешем батасын беріп жібергесін кеттім да енді. Сол енді үміттерін ақтап енді ұтсақ та ұтпасақ та мәселе бол емес, енді ұтуға келесің ғой, енді бұйырғаны болады да, бірақ опытпен кетсем деп ойлаймын енді. Сол бұйырса бәрін үйреніп. Брат, мен өзім осы сіздің алдыңыздағы жігіттермен танысқанда айтқан бір сөзім, мен өзім шыншылдықты жақсы көремін. Кез келген амалымды жалпы ең бірінші өзіме шыншыл болған жақсы көремін. Сіздің видеоңызды көрдім, майкымен, ол маған ешқандай андай ой деген ой туындатқан жоқ. Мен тек қана сөзді тыңдадым. Маған тек шыншыл уже сөз, ол жүрекке өтеді да просто. Бәрін тыңдап шықтым, 6 қызым бар, соларға жақсы, жарқын өмір сыйлағым келеді деген сөз маған өтті. Себебі барлығымыз әкеміз, барлығымыздың бала-шағамыз бар. Данный момент істеп жүрген ісіміз, бар жұмысымыз, мақсатымыз ең бірінші елімізге пайдалы ер болғым келеді. Өзімнің мақсатым сондай. Одан кейін өзімнің отбасымда менде ер балдар, соларға осы елге пайдалы ер қылып, жақсылап тәрбиелеп, жақсы өмір сыйлау ғой. Сол үшін жұмыс істеп жүрміз. Сол себептен Аллах тағала енді сіздің ниетіңізге сай берсін. Мақсатыңызды қойған болсаңыз, сол мақсаттан таймаңыз, до конца талпынысты көрсетіңіз. Жалпы, жеңілген адам болмайды деп ойлаймын. Себебі біз барлық условияның бәрін істеп, барлық білімімізді сіздерге бөлісуге дайынбыз. Аллах қаласа, енді біздің таңдалған 5 жігіттің арасынан жеңімпазды жалпы өзіміздің халқымыз таңдайды деген ниеттемін. Себебі мен барлығын, как она есть, прям қалай бар, солай көрсетуге тырысамын. И сіздерге де бар білетін тәжірибе мен білімімді қалай бар, солай бөлісуге дайынмын. Ары қарай енді сол әр біздің қатысушының өзінің жанкүйерлері болады, жалпы халық соңына қарай келіп таңдайды деймін. Сол себепті халыққа айтар жолдауыңыз болса, бисмилля, брат, осымен біздің танысу аяқталады. Сол енді жеке мақсатым келгеннен сол саудаға көшсем ба деген ниетім болды негізі. Өзім андай достарым да бар енді, сөйтіп ашық андамда жүрген,
көресің, қызығасың, бірақ жағдай болмағасын ойда жүреді де, ниетте жүреді. Осындай мүмкіндік туғасын енді келіп отырмыз. Сол қыз баланы, тем более андай ұл өскесін өзі бір өзінікін алып шығады да, қыз баланы максимально обеспеченный қылып шығару керек та негізі. Сондай мақсатпен келдім енді. Сол енді қолдауларыңызды берерсіздер деп сенемін енді. Қолдан келгенше амалын жасаймыз әрине. Берер опытты негізі қабылдаймын деп сенемін. Өзім негізі осы жаққа келген кезде құр қол қайтпаймыз деп ойлаймын енді. Главное опыт негізі өте маңызды ғой. Сол сауданың қыр-сырын біліп алып, ары қарай енді саудада көрсетемін деп жатырмын. Сауданың бәрі берекенің бәрі саудада ғой негізі основном. Иә, иншалла. Брат, не болса да өзіңіздің мақсатыңыздан таймаңыз. Иә, брат. Бауырым, не болса да өз мақсатыңыздан таймаңыз, ол бір. Одан кейін неге бізде 3 ай, жалпы былай ойлап қарасаң ұзақ, былай ойлап қарасаң негізінде ұзақ емес. 3 ай ол 3 раундпен бірдей болады. Бірінші раундта барлығының күші мықты болады. Бар ынтасын көрсетеді. Ары қарай 3-ші раундта тек қана характері бар адамдар. Кімнің функционалдысы нормально жұмыс жасайды, кім характер көрсетеді, кім ынтасы бар, кім ниетіне, мақсатына реально жеткісі келеді, солар өзі күн көрсетеді. Сол себептен өз мақсатыңыздан таймаңыз. Аллах Тағала сіздің анаңызға шипасын берсін. Сол бауырым, не болса да өзіңіз ниетіңізден таймаңыз. Иншаллах, ары қарай енді көре жатамыз қалай болатын. Танысқаныма қуаныштымын бауырым. Ал бисмиллах. Біздің осы соңғы қатысушымыз 5-ші Айдос деген есімдегі. Ал енді халқым, ағайын, бауырлар, біздің ашып жатқан өз жолың атты реалитиді өздеріңіз толықтай қарайсыздар. Біз бұны Инстаграмға да, Ютубқа да барлық желілерге саламыз. Жалпы неге біз барлығын осы желілерге саламыз деген мақсаттың бір түсініктемесі. Кейбір бауырларымыз бар, олардың мүмкіндігі бар өзінің бизнесін ашуға. Бірақ та оларда белгілі бір білімнің, тәжірибенің жоқтығынан олар өз бизнесін бастап кетуге қорқады. Кейбір бауырларымыз, например, саудада жүр, бірақ қандай да бір шешімдер таба алмай жүреді, потому что ол жерде тәжірибе мен білім жетіспейді. Біз барлық осы жігіттерге үйреткен, көрсеткен тәжірибемізді YouTube форматта прям ұзын видео қылып, 1 сағаттың үстінде қылып, солай қылып саламыз. Себебі тек қана осы 5 жігіт емес, бүкіл қазақ бауырларым, осы елімнің бүкіл ерлері соны көріп, өзіне бір пайда алсын деген мақсатта. Сол үшін қолдаңыздар. Бұл менің өмірімдегі бірінші істеп жатқан осындай үлкен жобам, бұл реалити, бұл андай ешқандай заранее құрастырылған емес. Міне Айдос бауырым енді кеше келді, өзі де көріп жатыр. Ешқандай бізде сценарий, дайындық та жоқ. Даже осы видеоға да біз ешқалай дайындалған жоқпыз. Мен өзім жұмысымнан келдім, жігіттерді пәтерден шақырдық, келді, міне. Просто кірдің де, брат. Бәрі ойдағы нәрсе енді. Себебі бізде ешқандай сценарий жоқ. Сол себептен қолдау көрсетіңіздер. Бұл менің бірінші опытым. Және де бұл реалити Аллах қаласа соңғы болмайды деген үміттемін. Себебі мен 3 ай сайын бір өзіміздің бауырымызға бір дүкен ашып беруге тырысамын. Бар күшім жеткенше осы реалитиді ұзағынан жалғастыруға тырысамын. Қолдаңыздар, жақсы, барлықтарыңызға сәттілік. Ассаламу алейкум.